Алғашқы орыс революциясы басылғаннан кейін Қазақстанда реакция басталды. Ол шаруалардың Қазақстанға қоныс аударының күшеюіне көрінді. Мал шаруашылықтарын жойылу тез қарқынмен жүрді. 1907 жылы қазақтар сайлау құқығынан айырылды. Қазақстанда демонстрациялар, митингтер және жиналыстар өткізу тыйым салынды. Аймақтың әлеуметтік демократиялық және кәсіподақ ұйымдарын жеңіліп, саяси сенімсіз адамдарға полицияның бақылауымен күшейтілді. Кәсіпорындарда жұмыс сөздерін ұйымдастырушыларды ескертусіз жұмыстан босатылды. Зауыттарда, фабрикаларда және кеніштерде өндіріс нормалары, сондай-ақ жұмыс күн ұзақтығы едәуір артылды. Негізсіз айыппұлдар кеңінен тарала бастады. Алаш қозғалысының тарихи өткенінен жарқын және қызықты беттерін бірі. Алаш партиясының қозғалысы және ұрпағы 20 ғасырдың қазақ ғылыми және шығармашылық интеллигенцияның өкілдерін патриоттыққа және құрметтілікке үйретеді. Алаш партиясы тәуелсіз Қазақстанның құрылысына зор үлес қосқан. Алаш 1917 жылдың жазында құрылған алғашқы қазақ партияларының бірі. Алаш партиясы ұйымдастырушылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мыржақып Дулатов және либерал-демократиялық бағыттардың қазақ зиялыларының басқа өкілдері болған. 1917 жылдың шілдесінде Орынборда бірінші бүкіл қазақтық съезі өтті. Онда мындай мәселелер талқыланды: үкіметтік бақылау, автономия, құрылтай жиналысына қатысу, саяси партиясының құрылуы, жер мәселесі, халық полициясы туралы, білім беру, сот. Съездің негізгі шешімі бойынша демократиялық парламенттік және федералды Ресей Республикасының құрамындағы қазақтардың аумақтық ұлттық автономиялық құқық қорғау. Алаш автономиясының үкіметі өз қызметіне өте қиын жағдайда жүзеге асырды. Партияның негізгі бағдарламалық міндеттері жарияланды. Бұлар: елді отаршылдыққа, құлдықтан босату, қазақ қоғамын ортағасырлық мемлекеттен шығарып және өркениетті елдер қауымдастығына кіру, қазақ қоғамының әлеуметтік, экономикалық және қоғамдық саяси өміріндегі түбегейлі өзгерістерді жүзеге асыру болды. Алаш партиясы қазақ жерін меншігіне мойындауға, ана тілінде оқытатын мектептер мен университеттер ашуға, заңдар қабылдауды талап етті. Қазақ аймағында шаруаларды қоныстандыру процесіне шектеуге және кедейлерге бостандық пен теңдік құқықтарын қамтамасыз етуді мақсаттады. Мұндай бағдарлама Алаш партиясынан кейіннен танымалдығын көрсетті. Саяси аренадан шыққан кейін 1920 жылдарда Алаш қозғалысының мәдениетті қайраткері, ғылым мен Қазақстанның ұлттық экономикасының дамуын айтарлықтай үлес қосты. Кеңес режимі жарияланған бірнеше рет амнистияға қарамастан қозғалысының белсенді қатысушылары 1920 жылдан аяғымен 1930 жылдарын репрессияға ұшырады. Әлихан Бөкейханов көрнекті қоғам және мемлекеттік қайраткері, Алаш ұлттық демократиялық партиясының ұйымдастырушы және жетекшісі, Алаш орданың алғашқы қазақ ұлттық үкіметінің басшысы, ғалым және талантты публицист. Әлихан Бөкейханов өзінің бүкіл саналы өміріне қазақ халқының бостандығы мен саяси тәуелсіздігі үшін күреске арнады. Әлихан Бөкейханов 1870 жылы туған. Әлихан Бөкейханов өте бай, баға жетпес мұра қалдырды. Оның журналистикасында тек Қазан төңкерісінен дейін және олардан 50-ден астам газет журналдарын жарияланған, мыңнан астам мақалалар, очерктер мен жазбалар қалдырған. Оның ішінде 30-ға жуық қазақ және орыс помындары бар. Оның материалдары тек 1917 жылға дейін ғана жарияланып шығарылды. Ол көрнекті қазақ ғалымы және энциклопедист, қазақ өлкетануының негізгі қалаушысы болған. Қазақстан тарихы, антропология, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, әдебиет және басқа да білім салалары бойынша бірқатар іргелі ғылыми еңбектердің, очерктердің авторы болды. Бала кезінен Бөкейханов Абай мен Шортанбайдың шығармашылығымен жақсы таныс болып, туған өлкесінің тарихы мен географиясын жақсы таныған. 1893 жылы ол саяси, экономикалық, әдеби және басқа үйірмелердің жұмысына белсенді қатысып, студенттік тәртіпсіздіктерге көңіл бөледі. Мұрағат құжаттарына сүйенсек, сол жылдары Бөкейхановтың қызметі патша полициясының назарына алғаш рет өзіне аударды. Оның есімі саяси сенімсіздер деген қара тізімге тіркелді. Әлихан Бөкейханов бірқатар қоғамдық ұйымдарға белсене қатысты. Мәселен, ол Ресей географиялық қоғамның Батыс Сібір бөлімінің Семей бөлімшесіне және Семей статистикалық комитетінің толық мүшесі болды.
1905 жылы Әлихан Бөкейханов Мәскеудегі земство және қала басшыларының съезінде сөйлеп 5 миллион қазақтарға тең құқығы талап етті. Ол маңызды мәселелердің бірі тілдің еркіндігін таңдау деп санады. 20 жылдары ол 2 рет қамауға алынды. 1937 жылы олар Мәскеудегі Бутырская түрмесінде соңғы рет тұтқындалып түрмеге жабылды. Оған кеңес өкіметіне қарсы революцияға күрес жүргізді. Қазақстан мен Мәскеудің террористік орталықтың жетекшілерімен байланысы болды деген айып тағылды. 1937 жылы 27 қыркүйекте КСРО жоғарғы сотының әскери алқасы негізін айыптары бойынша Әлихан Бөкейхановты өлім жазасына кесті. Алаш партиясының әрекеттері үшін толық өзі жауапкершілікке алып, сол процесінде ол қозғалысқа қатысушыларын қорғауға тырысты. Ол мұны аналы түрде жасады. Әлихан Нұрмұхамедұлы 70 жасқа толу қарсаңында атылды. Үкім сол күнде орындалды. Ахмет Байтұрсынов, қазақ қоғам қайраткері, ағартушы, лингвист, ғалым, түріктанушы, аудармашы, мұғалім. Ахмет Байтұрсынов қазақ тіл білім негіздерін, қазақ грамматикасын анықтауға арналған ғылыми терминологияны жасады. 1905 жылы ол саяси қызметкеріне белсене араласты. Қарқаралы петициясының авторларының бірі қазақтардың жерді тартып алуды тоқтатуды, қоныс аударушылар ағынын доғаруды, халық жерлерін құруды талап етті. 1907 жылы ол патша әкімшілігіне сынақ айтқан үшін бірінші рет түрмеге түседі. Ал 1909 жылы Байтұрсынов Семей түрмесінде солсыз 8 айға қамалады. 1913 жылы Байтұрсынов бірінші мемлекеттік думаның бұрынғы депутаты Әлихан Бөкейханов және Міржақып Дулатовпен бірге Орынборда Қазақ газетін ашады. 1917 жылы Оренбургте жалпы қырғыз съездерде Алаш Қазақ партиясын құруға қатысып, Алаш Орда үкіметін ұйымдастырушылармен жетекшілерінің бірі болды. Бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің 1919 жылғы 4 сәуірдегі қаулысына сәйкес оған рақымшылық жарияланды. Осыдан кейін ол кеңес үкіметінің қолдауында болды. 1929 жылы маусымда ол саяси белсенділігі үшін есте қалды. Ішкі істер халық комиссариаты тұтқындады. Патша заманындағы Қызылордаға түрмеге тағы да Міржақып Дулатовпен бірге қамалды және Архангельск облысына жіберілді. 1934 жылы сол кезде Қызыл Крест комиссиясының жұмыс істеген Пешкованың, яғни Максим Горкийдің әйелі өтініші бойынша Ахмет Байтұрсыновты босатты. Содан кейін ол отбасымен 3 асырап алынған балаларымен Алматыға оралып, кейінірек оның үйі мұражай болды. 1937 жылы қазанда Ахмет Байтұрсынұлы Қытайдан қамауға алынып, 2 айдан кейін 8 желтоқсанға ол халық жауы деген айыппен өлім жазасына кесілді. 1988 жылы Ахмет Байтұрсынұлы ақталды. Міржақып Дулатов ұлы ақын жазушы, публицист, ағартушы, педагог. Әлихан Бөкейханов пенен Ахмет Байтұрсыновпен бірге 20 ғасырда қазақтың ұлттық болмысын қайта өрлеу кезеңін белгілеген үштікке енеді. Міржақып Дулатовтың өмірі мен қызметі Алаш партиясы мен Алаш Орда үкіметін тығыз байланыста болған. Ақылдылардың адамдардың бірі, соның ішінде Міржақып Дулатов отарлау үрдісіне шыға алмады. Ол кезде 1,5 миллион қоныс аударушылар патша әкімшілігінің тапсырмасы бойынша аймаққа ең жақсы жерлер берілген болатын. Бұл жағдайдан шығу үшін олар мәдениетті жетіспеушілігінен, білімсіздіктен арылуды, адамдарды ағартушылық, ғылым мен кәсіпке деген құштарлығын оятуды қажет деп санады. Мұнда олар 19 ғасыр ағартушылардың ізбасарлары болды. 1929 жылы түрмеде жауап алу кезінде ұлтшылдық деген айыппен жауап берген ол, біз өз мемлекетімізде иелігінде болғанымызды қалаймыз деп түсіндірді. Міржақып Дулатов лингвистикалық реформаның халықтың жазба тарихымен байланысын үзуді құралы деп қарастырды. Араб әліпбиінің реформаға күрт қарсы болды. Бұл ана тілінің жоғалуына, халықтың өз тарихының алыстатуына бастама болады деген. Ол қазақ тілі мемлекеттік мәртебесі туралы мәлімдемелерін екіжүзділігін қатты сезінді және қазақ тілі мен діннің құқықтарын қорғауға барынша тырысты. Әділетсіз соттың алдында ол басын иіп өзінің соңғы ресми сөзінде «Менің халқымның болашағы үшін мен қолымнан келгенін бәрін жасауға міндеттімін. Егер мен қателессем, онда халықпен бірге, ерте ме кеш пе ақиқат жеңіске жетеді» деген.
1955 жылы Алашорда өкілдері ақталды, бірақ тағы 30 жылдай олар ресми тарихтан тыс қалып отырды. Тек 1988 жылы 1989 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің шешімі бойынша Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовты шығармашылық мұраларын ақталып шықты. Біртіндеп Алаш партиясының жетекшілері мен есімдері халыққа қайтарылды, еңбектері жарық